Баршаңызға сәлем, есімім Гүлжан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып жіктік жалғауы. Жіктік жалғау баяндауышқа ғана тән жалғау. Жіктік жалғау тек қана синтаксистік қызмет атқарады. Жіктеу категориясы қазіргі қазақ тілінде тек етістікке ғана тән қасиет емес, баяндауыш болып қызмет атқара алатын өзге де сөз таптарына, соның ішінде есімдерге де тән қасиет. Жіктелуі үш жақтан тұрады, жекеше және көпше болып жіктеледі. Оқушы деген сөзге мысал қарастырайық. Бірінші жақ мен оқушымын, екінші жақ сен оқушысың, сыпайы түрі сіз оқушысыз және үшінші жақ ол оқушы. Көпше түрі біз оқушымыз, екінші жақ сендер оқушысыңдар, сыпайы түрі сіздер оқушысыздар және үшінші жақ олар оқушылар. Бүгінгі тақырып осы. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.